Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге табада дайындалатын люля кебаптың рецептісін ұсынамын. Алдымен қимаға шашликке арналған приправа, тұз, бұрыш, паприка және де соңынан ұсақтап туралған пияз бен панировочный сухаримізді салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қимамызды осылай дөңгелектеп, ағаш таяқшамен тіреп, люля кебаптың формасына келтіріп аламыз. Мен қолыма қима жабысып қалмау үшін арасында қолымды суға батырып тұрдым. Люля кебаптарды қызып тұрған майда, қатты отта барлық жері қызарғанша қуырып аламыз. Міне біздің люля кебаптарымыз дайын. Мен осы кебаптың жанына картошканы дайындадым. Ол үшін алдымен картопты тазалап, тұз, бұрыш, паприка салып араластырамыз. Енді осы картопты қатты отта қызып тұрған майда қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Қазанға азғантай мөлшерде май құйып, бірінші картопты, онан соң люля кебапты жайғастырып шығамыз. Соңынан аздап қана су құйып, баяу отта шамамен жарты сағат 40 минутқа демдеп қалдырамыз. Міне біздің табада дайындалатын люля кебаптарымыз дайын. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия. Ас болсын!